Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты әр нәрсе өте қайғылы және сол заманға сәйкес болып көрінеді. Алайда майдандағы әскерлердің көңілін көтерген бір әзіл туралы айтпай кету қиын. Бұл әзіл бүгінгі мемдардың тарихи атасы делінеді. Себебі бұл да қызықты жазу мен кескіннен тұрады. Бұған қоса Hillary was here немесе Hillary осында болған деп аталатын әзіл медиада, газеттерде басылып, әлемнің түкпір-түкпіріне тараған, дәл бүгінгі мемдар секілді. Әзілдің таралуына солдаттардың бұрымен кез келген жерге Hillary деп аталатын кейіпкердің суретін салып, Hillary осында болған деген жазуды қалдыруы сеп болған. Негізгі мағынасы Hillary осы майданда да болған және тірі қалған деген контекстпен солдаттарды жігерлендіріп көңілін көтерген. Әзілдің шығу тегі белгісіз, алайда мына картада Hillary осында болған деген кескіннің табылған орындары көрсетілген. Шығу тегі жайлы бірнеше нұсқалар да бар. Соның бірі американдық инспектор Джеймс Джей Hillary өзі жазған құжаттарға Hillary осында болған деген жазу қалдырыпты. Оны солдаттар көріп, әзілге айналдырып, әлемнің басқа фронттарына таратқан деседі. Бұл нұсқаға көпшілік келіседі, алайда мемнің атасы жайлы сыбыстардан басқа ештеңе жоқ. Тіпті Сталиннің өзі осы әзілдің бірін көзімен көріп, аудармасын сұраған деседі. Соғыстан кейін де Hillary киноларда, жарнамаларда, тіпті ән мәтіндерінде кездеседі. Gilroy was here. We want Kilroy. And even Edgar Hoover admits he's quite a mover. Gilroy was here. Ең алғашқы мем саналатын кескіннің ғаламторға дейін көп уақыт бұрын пайда болғаны шынымен қызық емес пе? Hillary осында болған әзілі де дәл бүгінгі күнгі мемдар секілді әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдарды біріктіріп, бір идеямен таныстырған. Міне енді Hillary тіпті біздің каналымызда да бар.